Ассалаумағалейкум, қазақ елі, стереоблог арнасына қош келдіңіздер. Жәнеден жүргізушісі мен Мадияр Бенева. Достар, бүгін бізде съемамыздың проекттің соңы. Қазір видеосын толықтай айтып кетемін. Не бар, не жоқ екенін көретін болсаң, алдымен видеомызды бастап алайық кеттік. Жалпы айтқан достар, осы съеманы бастағалы бері мен мысалы кейбір оқырмандар көріп отқандар болуы мүмкін, кейбіреулер бел ортасынан келіп жатқандар бар. Сол себептен барлығына бірдей бір түсіндіріп кетейік. Жалпы бұл съемада біз алған кезде состояние қандай болды, қанша нәрсе істеттік, несін өзгерттік, қазір қандай состояние тұр, соның барлығын сіздерге көрсететін боламыз. Ал олай болса, видеомызды бастамастан достар, сіздерге керемет жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Ол әрине бізде сіздерге арнап қойған бонустық сый. Оны алу үшін төмендегі бекітілген комментарий сілтемеге кіресіздер, менің промокодымды теріп келсеңіздер, алғашқы депозиттеріңізге $500 берілетін болады. Олай болса, асықпаңыздар, орындар шектеулі. Ал біз бастаймыз. Сәуір айында, 2022-нің сәуір айында өзінің туған ағамның дәл осы семеркасының 700 000 теңгеге сатып алған болатынмын. Жалпы бұл семерка жайлы характеристика айтатын болсақ, объемы 1.6 инжектор мотор, және де 2012 жылғы соңғы шыққан Жигулилер, одан кейін Жигули шықпаған. Состояние өте керемет. Ходовкасын біз өзіміз полный ауыстырдық. Және де моторы 2012-ден бері бірде-бір рет капремонтқа түспеген. Яғни айтқанда, майы барлығын уақытылы ауыстырып отырған. Мотор идеальный состояние, барлығы технический состояниясын сөз жоқ. Келдіңіздер, отырып кеттіңіздер. Жалпы біз не істедік? Көлікті алғаннан кейін бірінші бөлімде әрине біз ходовканы жинадық. Және де передний вид кімдегім есімде болса, сол жақ бізде соғылған еді. Новый оригинал фара, оригинал бампер, және де оригинал решетка салынған. Жақындап көрсетейік. Оригинал бізде фара, поворотниктері сары емес, барлығы ақ стильде. Сондай-ақ оригинальный решетка, бұл обычный пластик сияқты емес, материал өте өзгеше. Сондай-ақ жаңа бампер ауыстырдық, полный покраска. Және достар, көздің жауын алатын, әрине бұл бізде мотор защита. Бұл негізі девяточный защиталар деп айтылады. Бұндай семеркаға жоқ. Біз өзіміз арнайы семеркаға переделка жасап келтіріп қойдық. Оңай шешіледі, оңай тағылады. Боковой поворотниктің орнында бізде EC заглушка орналасқан. Бұлдан негізі подсветка жағуға да болады, бірақ бізге оны жағу керек емес. Өйткені біздің поворотнигіміз боковой зеркалаға ауысты. Сол себептен біз бұны әшейін заглушка ретінде жауып қойдық. Байқап тұрғандарыңыздай, полный покраска. Бағасы қателеспесем 450 000 500 000 теңге жасалынды. Полный покраска, 2 слой полировка, жылтыраттық, бүкіл зазорын барлығын келтірдік, барлығын ауыстырдық. Сондай достар, көріп тұрғандарыңыздай бізде титановый диск, 16-лық рельс. Бұның бағасы бізде резинкасы мен титанның екеуінің бағасын қосқан кезде 200 000 теңгені құрайды. Тағы да айта кететін болсақ, бізде гранта стильдегі боковой зеркало. Бұны қазір кейбір атымен айтуы мүмкін, брат колхоз ғой, құртсай деген сияқты. Негізі достар, үлкен қалада жүрген кезде, жаңағы өзіміз заводской айнасы ыңғайсыз. Сіз қалада жүрген кезде 2-3 жолақты жолдарда бүйтіп жолақтан жолаққа ауысатын кезде артыңыздағы сол жақтан болса оң жақта келіп жатқан көлікті байқамай қалуыңыз мүмкін. Сол себептен комфорт үшін көлік жүргізушіге барлық жағдайды ыңғайластыру мақсатында заманауи гранта стилдегі боковой зеркаланы салдық. Поворотнигі барлық жұмыс жасайды, барлығы істеп тұр. Сондай достар, мына жерде бізде сырттан тағы айта кететін нәрсе, бізде байқап тұрғандарыңыздай полный круг бункер тонировка. Арқасы бізде 200-дік, алдылары 35 істеді ма, сондайға қаптадық, барлығын жабыстырдық. Көздің жауын алатын әрине бізде бұл артқы стоп фарлар. Аудисийлер жасалынған. Қазақстанда негізі бірінші болып алып келгендердің қатарында біз, және де бұл бізде оригинал фара. Көп жүгілерді байқаған болсаңыздар китайский, олар жаңа орындар ауысып кеткен, тормоз жасаң поворотник жанып атады, габарит тақсаң задний ход жанып атады. Оларға мен білмеймін. Қай жақтан алып жатқандар, мынау бізде Россиядан тікелей алып келінген, барлық как болу үшін өзінің орнымен жанады. Поворотникпен, тормозбен, габарит өз орнымен. Және де бампер сол, поднойменен сол. Ең қызығы достар, бізде арқасынан көп адамдар жасай бермейтін, әрине багаж. Багажды білетін болсаңыздар, біз қалыпқа келтірдік, барлығын қаптап, әдемілеп, иномарка сияқты жинадық. Және де бізде достар мұнда 300 000 теңгелік музыка орналасқан. 300 000 теңге қандай музыка дейтін болсаңыздар, мұнда бізде достар AMP-ның 1.600-дік усилителі, сондай-ақ Kings Audioның бізде 2.450-дік усилителі бар. Және де бізде Infinity-дің 900 ваттық буфер орналасқан. Сондай-ақ полный силовой кабельдер. Және де достар, бізде салонда орналасқан динамиктер.
Барлығы бізде DL-дан жиналған. Алдында бізде 2.16-лық, арқасында 2.20-лық орналасқан. Олардың барлығын есептейтін болсақ, музыка, магнитофон, кабельмен бірге полный 300 мың теңге құрайды. Бұл енді музыка дегеніміз, музыка бәрінде бар ғой деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, достар, бұл бізде профессиональный музыкалар, звугы анық шығады, таза шығады, және де көшедегі адамдардың назарын өзіңізге аударта алатын музыка орналасқан. Ал жалпы достар, салонда бізде мінеки ең ерекшелігі мұнда бізде подлокотник арнайы заказбен жасатылған. Бізде мұнда 2 подстаканнигімен барлығы кожа қапталды. Және де байқаған болсаңыздар, біз салонда полный қызыл тігіспен байланыстырып отырмыз. Мінеки сиденьямыздың тігістері, эваполиктеріміздің шеттері деген сияқты барлығы қызыл тігіспен істедік. Сондай-ақ және де достар, бізде мына жерде сиденьямыз өткенде көрген болсаңыздар, жаңа сиденьяны арнайы эко-кожамен заказ беріп қаптадық, барлығы как положено. Тағы достар, бізде ауыз толтырып айтатын, әрине ол бізде полный салон химчистка. Салондағыдай көлікті жаңа алғандай ощущениеде боласыздар. Көлікке отырдың, барлығы тап-таза, как положено. Сондай-ақ торпедадан барлығын тазалап, барлық кабельдердің барлығы безопасный түрде орналастырдық. Сондай-ақ достар, бұнда бізде рульін және де өзінің заводской рулін қалдырдық. Көп адамдар ауыстырсай, брат, руль барыс салсай деген сияқты ұсыныстарын айтқан болатын. Негізі семеркаға өзінің заводской рулі өте әдемі жарасады. Мен сол себептен ауыстырғым келген жоқ. Мінекей өзінің руліне әдемілеп қаптадық қызыл тігіспен. Онда және де достар, бізде салоннан тағы да айта кететін ең басты плюс, көп жүгілерде кездесе бермейтін, ол әрине бізде электронный стеклоподъемник. Оны біз мінекей через замок арқылы иномаркетте істедік. Замокты ашамыз, сигнал келеді. Одан кейін біз достар мінекей стеклоподъемнигімізді кнопкамен дәл осылай көтеріп түсіре береміз. Мінекей екі жағы да алдыңғы екі боковойымыз осылай көтеріліп түсе береді. Бұл көп жүгілерде кездесе бермейтін, мен үшін үлкен плюс деп санаймын. Тағы да не айтамыз? Және де достар, мінекей бізде есікте орналасқан мынау бізде ромбик стилдегі эко-кожалар, сондай-ақ подиум, 16-лық динамик музыка, және де мынандай біздің пластик резиналарымыздың барлығы қайтадан бастан етілген. Құрметті достар, мінекей осылай толыққанды қысқадан нұсқа сіздерге барлық не бар, не жоқ, не орналасады айта кеттік. Жалпы мұнда енді көп адамдар сұрауы мүмкін, бірақ қанша вложить етілді, қанша ақшаға шықты деп. Жалпы мұнда бізде вложение до восстановления полный есептейтін болсақ 1,5-2 миллиондай ақша кетіпті. Арнайы барлығы сіздер үшін. Жалпы енді бұл көліктен не істейсін деп сұрайтын адамдарға айта кетейік. Видеоны тақырыптан көріп түсінген шығарсыздар. Егер де кімдігі мен Instagram, TikTok-ны білетін болса, алдынан біліп дайындалып отыр. Жалпы бұл көлік достар сіздердің біреулеріңізге ойнататын боламыз.